Так, ассалаумағалейкум жігіттер. Toyota Camry 30-24 2Z помпа айырбастаймыз. Помпадан менде астында страшно су кетіп жатыр, тамып тұр екен, оказывается. Мен ана лобовой санник деп ойлағанбыз, сөйтсек помпадан тамып тұр су. Антифриз кетіп жатыр. Енді соны помпа ауыстырамыз. Жаңа помпа алып келдім. Енді оригинал алған жоқпын помпа. RS деген RSK дейді. Осыны алдым 6,5 теңгеге. Бір минут. Помпа. Мына жерде негізі резина прокладка болу керек деп ойлаймын өзім. Мына жерде мынандай прокладка беріпті. Барынша герметикпен отырып жатырсам, екі жағына автосил деген герметик алдым. Кішкентайын. Енді қазір бірінші мына шкифтегі 4 гайка тұр ғой, 4 болт. Осыны шешіп тастаймыз. Сосын барып ремень шешіп, содан помпаны босатамыз. Бірінші суын ағызып аламын қазір. Астында мынадай қылып жасап аламын ғой. Осыны мына жерде ашатын жері бар ана менің. Міне көрініп тұр ғой, мынау тұрған. Осыны ашып антифриз ағызып аламыз. Так, жігіттер, мына 4 болтты 12-ге осыны босатып алдым қазір. Енді ремень шешеміз. Так, жігіттер, ремень шештік, астында тұр. Енді гайкелерді алып тастау, болттарды алып тастау керек. 12-ге мына неде шкифте тұрған, шкифте бөлек алып алмасақ, астында тұр гайкелер. 10-ға болу керек ол гайкелер. Некеңіз. Осылай біртіндеп алып тастаймыз 4-ге. Так, жігіттер, мына жерде 10 болт гайка үшін 6 штук болады. Соны шешіп аламыз. Мынау шкип менде мына жерден алынбай қалды. Енді бүйтіп төменге басып қалған. Сосын былай көтеріп тұрып шешіп аламыз ғой. Так, мынаның 5 болтын ағыттым. Біреуін ағыта алмай жатырмын. Мынау шкип алынбағасын бері қарай. Алынбай тұр ғой екен ауыз. Симайды. Осыны дөңгелекті шештім. Дөңгелектен мынау жерге барды. Мына жерде тұр ғой, короче. Ұзылап тұр ғой. Кәне. Так, мынау тұрған 10-лық болтты ағыту керек енді. Так, жігіттер, помпаны шешуін шештік. Бірақ помпа алынбай жатыр. Енді генератор шешуге тура келді. Генераторда мына жерде 14 болт бар. Мына генератордың астында 12 болт бар. Сол екеуін шешесіз. Сосын неден мына жерде клималардан алып тастайсыз. Сөйтіп генератор аламыз. Жігіттер, мына помпаны шешіп алдым. Менде оригинал вроде Айсин тұр. Бірақ прокладка жоқ екен бұда. Менің ойымша мынада бәрі ешқандай люкті жоқ. Адашы люкті жоқ ешқандай. Прокладка жоқ болғасын, сол шетіне кетіп герметикте жіберіп қойғаны деймін. Так, менде мынадай прокладкасы бар. Мынаның іште негізі резина жүреді, негізі оригиналда. Қазір тұра тұр. Прокладканы герметикпен мынаны отырғызам да, ана жаққа да герметик салып, сонда қысып тастаймын ғой. Герметик автосил. Көремін бісміллә. Бірінші рет жасап жатыр менде. Любой адам жасалады. Генераторды алып тастадым, генераторды алмасаң доступ жоқ екен, в общем. Так, жігіттеріне помпаны салдым. Мынаусы
сосын қатырам. Қазір мына 6 болтын қатырып алам. Сосын болды, құдай қаласа. Содан кейін генераторын салам. Содан кейін ремень. Все, бітті шаруа. Өздерің жасап алсаңдар болады. Рахмет. Тіркеліп кетіңдер, если что. Ұнап жатса. Камри клубтағы жігіттер арман бастаған.